болмаудан еш уақытта жалғыз болсын. Өз алдына өмірден жеңілдік алған ана тілін көбінше қауықтасын. Жүзімнің нәзік нәрлі сабағындай, тілімді мәпелей бер ала қылмай, аямай арам шудың одап отыр, таза сақта көзінің жанарындай. Ана тілін біліп қой, еркіндігі, теңдігі, ана тілін біліп қой, мақтанышы елімнің. Қымбат маған ана тілім балтырым, қымбат маған дана тілім балтырым, асы түмесінде бойыма ана тілім атап тұр алтыным. Балалар құтты болсын тілім бүгін, ашатын жан сарайын білім дінім. Кешегі анам айтқан, бабам айтқан, тіліне жер салыңдар бұрынғы. Ана тілін жырлап, кеп талайға жырлап, кеп бұлаймен ағайға қасиет тілім, ана тілін өшпес Дәл қазір бізде енді көрініс болады балалар. Көрінісіміздің тақырыбы ең қымбат қазына. Ал балалар, енді біздің шағын көрінісімізді көрсетеміз. Көріністің тақырыбы ең қымбат қазына. Бұл көрінісімізде біздің кейіпкерлеріміз қария, баласы және дана қарт кісі. Ертеде бір тілге жүйрік шешен қария көз жұмарында ұлына: балам, әкем кедей болды деп қамықпа. Мен саған қалдырған көп қазынам бар. Соны тауып алып қадіріне жет. Қазынаны баласы ары-бері іздейді, таба алмайды. Арып-ашып жүріп, ауылдағы абыз ақсақалдарға мұның шағыпты. Әлгі дана қарт тыңдап болып: Әке баласына өтірік айтпас болар, ақтық теңінде ақиқатын айтқан екен. Әкем өте шешен адам еді, жарықтық. Оның саған қалдырған мол мұрасы қасиетті тіл. Бәріміз сөзін дәмін келтіріп, қалай сөйледі сен әкеңнен үйренген еді. Дүниеде тілден қымбат мәңгілік мұра болмақ па сірә? деп атылып сөзін жұмаға шешпеді. Әнекей балалар, дана қарт дүниеде тілден қымбат қазына жоқ екенін баласына дәлелдеп берген екен. Айша, сен осы тілден басқа қымбат қазына бар екенін білесің бе? Мүмкін одан да қымбат қазына бар шығар. Жоқ, мен олай ойламаймын. Дүниеде ең қымбат қазына әрине тіл. Тіл ең алдымен қатынас құрамы. Егер тіл болмаса, сен маған осы сұрақты қоя алар ма едің? Ал мен саған өз ойымды айта алар ма едім? Өте дұрыс айтасыңдар, шынында да. Тіл қатынас құралы, сонымен қатар ойдың да көрінісі, тілі ойы бай деп текке айтылмаса керек. Тілдің тазалығы дегеніміз ана тілдің сөзіне басқа тілдің сөзіне шұбадамау. Тілдің тілден кеңдігі болғанымен кемдігі болмайды. Жарайсыңдар балалар, біздің тіл қымбат қазынамыз екенін жақсы біліп алдық, 5 қыркүйек тіл мерекесіне орай өрлеу педагогикалық шеберлік орталығының ұйымдастырған медиа білім республикалық журналының ақпараттық қолдауымен өткізілген тіл ұлт қазынасы атты байқауға үздік жұмысымен қатысқан Султания Аиша марапатталады. Жетекшісі Асанова Айзат Берікқызы. Осындай грамота барлықтарына жұғысты болсын. Рахмет. Жарайсыңдар.